Әлем баршаларыңызға сіздермен Айдана бүгін бар болғаны 30 минутта дайындалатын медовый торт жасаймыз. Қазанымызға қантымызды, балымызды, майымызды салып ерітеміз. Бір келкі болып ерігеннен кейін үстінен бір ас қасық сода саламыз. Кішкене үлкенде ыдысқа еріткендеріңіз дұрыс, себебі сода салғаннан кейін массамыз көпіріп, көлемі ұлғаяды. Қоңыр түске енгенше жақсылап араластырамыз. Қоңыр түске енгеннен кейін оттан алып 5 минутқа суытамыз. Суығаннан кейін 4 жұмыртқаны бір-бірден салып араластырамыз. Бұл медовый торттың басқа медовый торттардан айырмашылығы, мұнда ешқандай миксерді қолданбайсыздар, және де қою қамыр елемейсіздер. Тек қана қатты сұйық емес, қатты қою емес, масса дайындап аласыздар. Жұмыртқаларымызды салып болғаннан кейін 200 грамм ұнымызды еліктен өткізіп, 2 бөліп саламыз. Разрыхителімізді салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Түйіршік болмауы қажет. Одан кейін үстінен қалған екінші ұнымыздың бөлігін салып араластырамыз. Дайын болған массамызды 180 градус пеште 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Ол әркімнің пешіне байланысты. Піскен-піспегенін шпажканың көмегімен анықтайсыздар. Корждарымыз піскеннен кейін суытамыз. Ол аралықта біз торттың кремін дайындаймыз. Мен сүтке ұн, қант салып, отта қайнатамын. Ол қою болғаннан кейін сармай салып қоямыз. Сонымен креміміз дайын. Одан кейін корждарымызды жинаймыз. Менде 5 корж шықты. Барлығын бір-бірден қойып, арасына крем жағып шығамыз. Заварной кремнің орнына басқа да крем қолдансаңыздар болады. Ол әркімнің өз еркінде. Мен үйде қандай заттар бар, сол заттардан торт жасадым, бірақ өте дәмді, өте жұмсақ, әрі тез дайындалатын торт. Бетін сәндегенінде осылай шетінен қалған корждарды үгітіп, сүйіп шықтым. Оның үстінен клубника қойдым, өте әдемі болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, арнамызға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын!